Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақстан тарихы сабағын бастаймыз. Ежелгі Қазақстан тарихына шолу бөлімін жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпаты. Бүгінгі сабақта білетіндерін ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпатын анықтаймыз. Ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпатында болған өзгерістерді сипаттаймыз, салыстырамыз, дәлелдейміз. Алдымен балалар өткен сабақты еске түсірейік. Ертедегі адамдар қандай кәсіптермен айналысты? Дұрыс, аңшылық, терімшілік. Жиі қоныс аудару алғашқы адамдар тіршілігіне қандай өзгерістер әкелді? Дұрыс, жаңа жерлерді игерді, ой-өрісі жетіле түсті. Ежелгі адамдар қандай жерлерде қоныстанған? Дұрыс, табиғи үңгір, тау шатқалы. Адамдар тіршілігінде қандай қиындықтар кездесті? Дұрыс, аяздан тоңды, тамақ жоқ болды, ауру-сырқау көбейді. Ежелгі адамдар қандай жетістіктерге жетті? Дұрыс, еңбек құралдарын жасады, шапқа, қырғыш, шоқпар, киім киді. Қазақстан жерінен ежелгі адамдардың сүйектері табылды ма? Дұрыс, сүйегі табылған жоқ. Ендеше балалар, бүгінгі жаңа сабағымызға кірісейік. Суретке қарап ойланып көрейікші. Қалай ойлайсыңдар? Адамдар неліктен әртүрлі? Қандай айырмашылықтар бар? Түрлі материктер мен елдердегі адамдар бір-бірінен түрлері арқылы ерекшеленеді. Адамдардың тұрпаты бас пішініне, дене бітіміне, түрі, шашы, көз түсіне қарап ерекшеленеді. Адамның шығу тегін, дамуын, дене құрылысын, нәсілдік ерекшеліктерін зерттейтін ғылым антропология деп аталады. Антропология, грекше антропос, адам, логос, ілім, терминін алғаш рет Аристотель енгізді. Адамзат баласы сыртқы қасиеттеріне қарай үш үлкен нәсілге бөлінеді. Олар негриоидтық, еуропеидтік, монголоидтық. Негриоидтық нәсілге тән белгілер: терісінің түсі қара, шашы бұйра, денесінің түктері орташа, кең танаулы, қалың ерінді. Бұл аталғандардың барлығы ыстық климатқа бейімділікті сипаттайтын белгілер. Негриоидтық нәсілдің кеңінен таралған аймағы Африка. Еуропеидтік нәсілге тән белгілер: ұзын бойлы, шашы ұзын, салалы әрі ашық, терісі ақшыл түсті. Олардың бет пішіні сопақша, қыр мұрынды, шұқа ерінді болып келеді. Мекені Еуропа мемлекеттері. Монголоидтық нәсілге тән белгілер: терісінің түсі сарғыштау, шашы қайратты және тік, денесінің түктері өлсіз, нәзік танаулы, еріннің қалыңдығы орташа, көздері қысыңқы. Мекені Азия мемлекеттері. Темір дәуірінде Қазақстан жерін мекендеген тайпалар. Темір дәуірінде Қазақстан жерін Сақ, Ғұн, Үйсін, Қанлы және Сармат тайпалары мекендеген. Бұл дәуір адамдардың антропологиялық пішіні Сақ, Үйсін және Сармат заманында өзіндік сипат алады. Сақтар еуропалық нәсілге жатады. Олардың бас сүйегі шағын, беті жалпақтау, көзі ұялы, қабақ сүйегі шығыңқы және мұрны дөңестеу болып келеді. Үйсіндердің жетісу жеріндегі Сарытоғай, Таңбалы тас орындарынан табылған ер адамның бас сүйектері антропологиялық сипатты жағынан таза моңғолдық нәсілге ұқсайды. Үйсіндердің бас сүйегі орташа, маңдай таяқтылау, бет сүйегі шығыңқы, қабақ тоғысы орташа және кеңсірік бітімі дөңестеу болған. Батыс Қазақстан жерінде өмір сүрген сарматтардың бет пішіні жетісуды мекендеген ежелгі үйсіндер түріне ұқсас болып келгенімен, олардың түр әлпетінде еуропалық нәсіл белгілері басым болды. Ғұндардың араласуы нәтижесінде жергілікті Сақ Үйсін этносының топтардың антропологиясында монголоидтық нәсіл белгілері күшейе түсті. Сонымен Ғұн, Үйсін заманында қазақ жерін жайлаған этностық топтардың антропологиялық бет пішін мөлшерімен 1/4 бөлігі монголоидтық болды. Ендеше балалар, дәптерімізді ашып, төмендегі терминдерді жазып, анықтамасын жазамыз. Олар антропология, тарихи антропология, адамдардың биологиялық қасиеттеріне қарай бөліну түрлерін жазыңдар. Жақсы, тапсырманы жақсы орындады деп ойлаймын.
Енді балалар келесі тапсырмаға көшейік. Сұрақтарға жауап бере отырып, Вен диаграммасын құрастыр. Суреттен не көріп тұрсыңдар? Қазіргі адам қандай? Алғашқы адам қандай болған? Өзіңді тексер. Суреттен біз қазіргі адам мен ежелгі адамның бейнесін көріп тұрмыз. Қазіргі адамның түр келбеті ашық, келбетті, шашы ашық, қоңыр, кең маңдайлы, көздері көк, қабақтары орташа қалың, қыр мұрынды. Алғашқы адамның түр сипаты: шаштары қайратты, қалың, маңдайы шығыңқы, қысқа, терісінің түсі қызыл түстес, көздері үлкен, мұрны жуан, қалың ерінді. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Кесте арқылы ғұндар, үйсіндер, сақтар және сарматтар адамына сипаттама жасап, айырмашылықтарын табыңыз. Дескриптор. Алғашқы адамдардың антропологиясындағы екі ерекшелікті анықтайды. Алғашқы адамдар түр келбетіне сипаттама жасайды, айырмашылығын салыстырады, дәлелдейді. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызды мақсатын ескере отырып, өз-өзімізге сараптама жасайық. Бүгінгі сабақта не үйрендік? Қандай ақпарат алдық? Сабақты толық түсіне алдық па? Қандай мәліметтер түсініксіз болды? Үйде орындайтын өздік жұмыс. 176 бет, 62 параграф мұқият оқу. 3 жуан және 3 жіңішке сұрақ құрастыру. Назарларына рахмет, сәттілік тілеймін.